Сәлем, менің сүйікті оқушыларым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Жаңа оқу басталды. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Олай болса, кітабымызды ашып, сабағымызды бастайық, оқушылар. On page 4, unit 1, home and away. Яғни 4-ші бетте бірінші тарауды ашамыз. Home and away тақырыбы берілген, оқушылар. Және тапсырмаларды орындаймыз. Қарайықшы, оқушылар. Бірінші тапсырма: listen and read the dialects and choose the correct words in 1-3. Тыңда және диалогты оқы дейді, және дұрыс сөзді таңда дейді. Мына жерде диалог беріп қойған, оқушылар, мен оқып шығамын. Бірінші, Mr. Rose, Sally. Hello, Sally, how are you? Sally: I'm fine, thanks, and you? Good, thanks, Sally. See you later. Okay, bye. Және астындағы диалог: Hi, Tom. Hi, this is my friend Rosa. She's from Italy. Hi, Rosa. Және соңғы диалог: Rosa: What's this in English? It's a pencil. Oh, yeah, thanks. Міне 3 диалогты да оқып шықтым, оқушылар. Менен кейін қайталап оқып шығыңдар. Енді осы диалогқа қарап отырып, біз төбедегі қара сөздерді таңдау керекпіз. Яғни бірінші, Sally is a student teacher. Яғни Sally оқушы ма, мұғалім бе, соны таңдау керекпіз. Бұл жерде дұрыс жауабы Sally is a student. Екінші, Tom and Rosa are friends. Яғни Том мен Роза достар. Және үшінші, Mr. Rose is a teacher. Яғни Mr. Rose ол бізде мұғалім екен, оқушылар. Міне бірінші тапсырманы осылай орындайды екенбіз. Енді келесі екінші тапсырмада listen again, then practice the dialogue. Тағы да тыңдап, өзің тәжірибе жаса дейді, яғни өзің оқып шық дейді, оқушылар. Ол ауызша тапсырма. Енді үшінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 3. Ask and answer questions. What are objects 1-12 in English? Use the words in the box. Бұл жерде 1-ден 12-ге дейін суреттер беріліп қойған, не, оқушылар. Біз онымен ағылшыншасын танысу керекпіз. Қорапшаның ішінде сөздер бар, және сол сөздерді біз сұрақ ретінде жазып астына жауап жазу керек екенбіз. Яғни мен қазір бірінші сурет ол не, екінші не, орын-орынмен жазып қоятын боламын. Бірінші бізде book, яғни book, кітап. Жаңа сөздер, оқушылар, ұмытып қалған болсаңдар, міндетті түрде жаттап алыңдар. Екінші суретте бізде pen, pen. What is this in English? It's a pen деп айтсақ болады. Үшінші, what is this in English? It's a bag. Яғни сөмке, bag. Төртінші, computer. Бесінші, car. Алтыншы, poster. Жетінші, table. Сегізінші, boy. 9, teacher. 10, bicycle. 11, phone. 12, girl. Яғни бұл сөздердің бәріне төбедегі сұрақты қойсақ болады. What is this in English? It's a phone. It's a bicycle деген сияқты. Міне осы жаңа сөздерді жаттап алады екенбіз, оқушылар. Енді астындағы 4-ші тапсырманы орындап жіберейік. Test the class. Draw a picture on the board and ask what is this? Бұл сыныпта орындайтын тапсырма, яғни тақтаға шығып, суретін саламыз, кез келген төбедегі суретті салып, сұрақ қоямыз, оқушыларға. What is this? Бұл не? Және оқушылар жауап береді. Мысалға, it's a computer болуы мүмкін. Тағы да сурет саламыз. What is this? It's a bicycle деген сияқты сыныппен орындалатын тапсырма екен, оқушылар. Міне 4-ші тапсырманы жазып аламыз. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. On page 5, language focus B, singular affirmative. Яғни сабағымыздың 5-ші бетінде кітабымыздың language focus ереже берілген. To be деген бізде көмекші етістік. Singular affirmative деген ол жекеше түрде. Яғни to be деген көмекші етістік бар. Ол бізге 3-ге бөлінеді. 3 am, is, are болып көмекші етістіктер бар, және біз оны қай кезде қолданамыз, сол туралы өтетін боламыз. Олай болса, exercise 1, repeat the words. Бірінші тапсырмада сөздерді қайтала дейді. Қазақ тіліндегідей жақтар бар, бірінші жақ мен, екінші жақ сен, үшінші жақ ол. Ал ағылшын тілінде бірінші жақ I, мен, екінші жақ you, сен, үшінші жақ қыз болса she деп айтамыз, ұл болса he деп айтамыз,
ол деген сөз, және жансыз зат болса it деп айтады екенбіз, оқушылар ағылшын тілінде. Олай болса, енді осы есімдіктерден кейін бізге көмекші етістік келеді, to be деген. Яғни, екінші тапсырмаға қараймыз. Міне төбесіндегі I, you, she, he, it деген жаттап аламыз. Келесі, exercise 2. Look at the table and complete the short forms with the words in the dialogue on page 4. Яғни бұл жерде long form деген берілген, мысалға мен болса I am деген to be көмекші етістік қоямыз. Сен болса you are деген көмекші етістік қоямыз. Жансыз заттарға және үшінші жаққа is деген қоямыз. Яғни he is, ол, she is, ол, it is, ол дегенді білдіреді. Енді екінші тапсырманың жанында short form деп қойған, ол яғни қысқартып жазу керекпіз. Мысалға I am болса I'm деп қысқартамыз. Қараңдаршы, мен мына жерде екінші тапсырманы бір деп қойыппын, өзгертіп жазып қойыңдар, Екінші тапсырма, мысалға I am, I'm деп қысқартылады. You are, your деп қысқартылады. He is, his деп қысқартылады. She is, she's деп қысқартылады. It is, it's деп қысқартылады. Яғни төбеде апостроф қоямыз, оқушылар. Міне екінші тапсырманы жазып қойдым. Енді келесі үшінші тапсырма exercise 3. Мен 2 деп қойыппын, оқушылар. Дұрыстай саламыз, choose the correct words. Яғни бұл жерде де есімдіктің қасына дұрыс нұсқасын жазу керек екенбіз. Бірінші, hello, I, мен болғандықтан am деген көмекші етістікті қоямыз. I am толқын. Екінші, it's morning, яғни жансыз зат болғандықтан it's деп айттық. It's morning. Үшінші, Mr. Frost is a teacher. Mr. Frost ол үшінші жақта, he деген, сондықтан is қойдық. Төртінші, you are a student. Яғни бұл жерде your болады. Келесі, бесінші, what is this? What is this? Бұл не? Және алтыншы, this is Lena. This is Lena. She is from Russia. Қыз болғандықтан біз she is деген таңдайды екенбіз, оқушылар. Міне үшінші тапсырманы де осылай жазып алады екенбіз. Next, exercise 4. Complete the sentences with words in the box. Сөйлемдерді қорапшаның ішіндегі сөздермен толықтыруымыз қажет, Қараймыз. Бірінші, it's a cat. Яғни бірінші, it's a cat. Екінші, Гүлнара is in this class. Бұл жерге is қойдық. Келесі, үшінші, hello, Кайсар. You are in class 4C. Бұл жерде you болады. Келесі, төртінші, Мадина is from Шымкент. Яғни бұл жерде is болады. Бесінші, hello, I'm your English teacher. Бұл жерде I am. Және соңғысы, what this in English? What's this in English? Яғни сұрақ. Міне осылай төртінші тапсырманы жазамыз. Келесі, exercise 5. Complete the dialogue with 3 of the key phrases, then listen and check. Яғни сөздерді төбеде тұрылған кілттік сөздермен 3 сөзді алып толықтыру керекпіз. Яғни Роза мен Томның диалогы. Мен астына дұрыс жауабын жазып кеттім, оқимын. Hi Tom, this is my friend Mario. Oh, hi Mario, how are you? Mario, fine, thanks. Okay, see you later. Bye Rosa, see you later. Яғни бұл жерде 3 сөйлемді қойдыға. This is my friend. Екінші, fine, thanks. Және үшінші, see you later деген сөздерді қойып шықтық. Next, exercise 6. Practice a dialogue, change the names in blue. Яғни жаңағы берілген диалогты біз тәжірибе жасап оқимыз, және көкпен берілген сөздерді ауыстырып, аттарын ауыстырып жазу керек екенбіз. Мен мына жерге бір мысалды қалдырып кеттім, оқушылар. Өзгертіп те жазуға болады. Келесі, exercise 7. Work in pairs. Imagine that you are famous people. Say hello and introduce your friend to the class. Яғни бұл жерде жұптық жұмыс, немесе топтық жұмыс жасақ болады. Яғни өзіңді бір танымал адам ретінде елестетіп, өзіңді таныстырып, достарыңа айтып бер дейді. Мысалға, мен бір мысал қалдырып кеттім. Hi, немесе hello, this is my friend Айдана. She is from Астана. She is 9 years old. She is
like ice cream. Яғни мен өзім досымды Айдананы таныстырып өттім. Міне осылай жазуға болады оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. Бұл жерде on page 6 vocabulary countries. 6 бетте мемлекеттер, тақырып мемлекеттер, яғни сөздікпен жұмыс жасайтын боламыз. Қарайықшы, неше түрлі мемлекеттер беріп қойған, не оқушылар суретте. Енді біз астындағы тапсырманы орындаймыз. Exercise 1. Listen and read. Match one text with pictures AF. Яғни бұл жерде тыңдалым берілген негіз оқушылар, және тыңдап болғаннан кейін біз астындағы сөйлемдерді кім айтқан екен табу керек екенбіз. Мен бірден жауабын жазып қойдым, оқушылар қазір айтып берейін. Бірінші, Hi, my name is Lucas and this is a poster of my favorite basketball player. He is from the United States. Енді табамыз. Кім бұл жерде Лукас және қай суретпен сәйкес келеді? Ол бізде жақсылап қараймыз. F суреті, яғни өзінің сүйікті баскетбол ойыншысын көрсетіп қойған. Ол және Америка құрама штаттарынан екен. Екінші, Hello, I am Jeremy. This are my friends Vendula and Dana. They are from the Czech Republic. Ол кім бізде? Ол D суреті, келесі, Hi, I'm Ержан and I'm 10 years old. I'm from Astana. It's the capital of Kazakhstan. Яғни бұл біздің қазақ, Ол үшінші сөйлем бізде A суретпен келеді. Аты Ержан. Келесі, Hello, my name is Ivan and this is my friend Yetis. We are from Istanbul in Turkey. Түріктер, Ол бізде қай суретпен сәйкес келеді? C суретмен сәйкес келеді, Келесі, Hi, I'm Clara, I'm 11 and I'm from Sao Paulo in Brazil. It's a very big city. Бесінші бізде B суретмен Бразилия елі. Және соңғысы, Hello, my name is Katy and I'm from Budapest. It's the capital of Hungary. Бұл бізде алтыншы E суретмен сәйкес келеді екен оқушылар. Міне осылай бірінші тапсырманы орындап шығады екенбіз. Келесі, exercise 2. Match the countries to the capitals. Write sentences, then listen and check your answers. Яғни бұл жерде мемлекеттер берілген және қасына астаналарын жазған, елордасын, астанасын жазған. Біз әр елдің астанасын тауып жазу керек екенбіз, Мен жазып қойдым. Екінші тапсырманы оқимын. Prague is the capital of the Czech Republic. Екінші, Brasilia is the capital of Brazil. Үшінші, Астана is the capital of Kazakhstan. Төртінші, Moscow is the capital of Russia. Бесінші, Washington DC is the capital of the United States. Ankara is the capital of Turkey. London is the capital of Great Britain. Және сегізінші, Tokyo is the capital of Japan. Міне осылай жаттап алсақ өте бізге қажет керек болады. Әр елдің астанасын жазып шықтым. Үшінші тапсырма, think of more countries and the capitals. Бұдан бөлек өзің тауып осындай мемлекеттердің астаналарын жазсаң болады дейді. Мысалға, Tashkent is the capital of Uzbekistan, Bishkek is the capital of Kyrgyzstan, Pekin is the capital of China. Немесе өздерінің білетін кез келген мемлекеттерінде жазсаңдар болады екен. Төртінші тапсырма, work in pairs. Make true false sentences about cities, countries and the capitals. Бұл жерде жұптық тапсырма, жұбымен орындасам болады. Яғни бір адам, бір оқушы өзін сөйлемін айтады, және келесі оқушы ол сөйлем дұрыс па, бұрыс па, соны айту керек. Мысалға, the capital of Turkey is Moscow. Яғни Түркия елінің астанасы Мәскеу қаласы дейді. Ол дұрыс па? Дұрыс емес, Түркия елінің астанасы Анкара, сондықтан no деп жауап береміз. The capital of Turkey is Ankara. The capital of Japan is Tokyo. Ол дұрыс, яғни yes, it's true деп орындайды екенбіз. Міне балалар, барлық тапсырмаларды орындап шықтық, жарайсыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.